Ассалаумағалейкум, Теміртау! Бүгінгі біздің 5 жылдық есеп беру ән-кешімізге қош келіпсіздер! Сәт тобының үлкен өнер сахнасына шыққанына 5 жыл толып отыр. Алғаш рет бірін-бірі сүйемелдей сахнаға шыққан зағип балалардың ән салған көргенде көзіне жас алмаған жан болмаған шығар. Көнемізде деген ән кешімен талапты өнерпаздар Теміртау қаласында келген еді. Міне бұл жолы Сәт тобының өнерпаздарының көрермендермен бөлісер жаңалығы да көп болды. Біз былтыр мектеп бітірген болатынбыз. Сол мектеп бітірген кейін жақында Астанаға қоныс аудардық. Сол себептен бағанағы біздің ортамыздағы баламыздың ата-анасы қарсы болды. Сол ата-анасының ұйғарымы бойынша біздің ортадағы бала мектептен шығып кетті. Біздің топтан мектептен. Ал сол біздің топтан шығып кетті. Сол себептен біз қазір екеуміз айтып жүрміз. Бүгін Қош махаббат ән концертін береміз. Біз осы 2011 жылы дәл осы өлкеге келіп өзіміздің жеке ән кешімізді өткізген болатынбыз. Әрине онда басқа жоба. Ал биылғы біздің 5 жылғы есеп беру ән кешімізде ол мынау өте жаңағыдай ерекше концерт деп айтсақ та қателеспейтін шығармын мен. Мына себебі тек біз осы бір ғана стильде ғана емес, өзіміздің 8 қырлы бір сырлы екенімізді халыққа барынша паш етеміз. Яғни тек қана осы эстрада стилінде ғана емес, мынау жастардың қазір көп тыңдайтын рэп стилінде, сосындағы да қазақтың аспаптарында ойнап, өзіміздің өнерімізді көрсетеміз. Мынау тағы да дәстүрлі ән дейміз ғой, терме жанрында біз өлең айтып, сахнадан түсіп, халықтың ортасында бізбен бірге жаңада бізбен бірге өлеңге қосылыңыздар деп, сол өзіміздің жанкүйерлерімізбен бірге бір сахнада өнер көрсетіп, өзіміздің 5 жылдық жеке ән кешімізді өткіземіз. Қош махаббат. Сәт тобының ән кешінің осылай аталуы да бекер емес. Ол есейіп, жігіт болған өнерпаздардың көңіл күйін көрсетеді. Жігіттер жастық, махаббат пен қуанышты әндердің арқауын айналдырған. 5 жылда өнерпаз жігіттер шығармашылық жағынан да жақсы нәтижеге қол жеткізіпті. Олардың жаңа әндері, жаңа бейне клиптері жарық көрген. Олар теміртаулық тыңдарман қауымды осы жаңа әндермен таныстырды. Міне балдардың үлкен сахнаға аяқ басқанына 5 жыл толып отыр. Осы 5 жылдық мерейлі кешімізді балдардың тек бір қырынан емес, әртүрлі қырынан көрсетуге біз барынша атсалысамыз. Мынау енді осы уақытқа дейін біздің тыңдармандар Сәт тобының тек қана лирикалық мұңлы өлеңдерін тыңдап келсе, бүгінгі концертте Сәт тобының әртүрлі эстрадалық жанрда және дәстүрлі ән, және мынау жастардың қазір көп қызығушылығына артық неғып атқан рэп стилдегі әндерді орындайды. Және репортарымызда балдардың Сәт тобының өздерінің әнімен сөзіне жазылған әндерін орындайды. Енді мен Қарағанды облысының өнер сүйер қауымын, бүгінгі Теміртау қаласының ән сүйер қауымын кереметтей кеш күтіп отыр деп айта аламын. Өнер тобы 5 жылдық есеп беру кешін батыс өңірлерін бастаған. Семей, Өскемен, Павлодар енді міне Сарыарқа өңіріне келіп отыр. Теміртау жұртшылығы да өздерінің сүйікті әншілерін зор қошаметпен қарсы алды. Сәт тобы деген өздеріңіз көріп жатсыздар. Ол қаншама біздің қазақтың көздері көрмесе де жүректері ояу әнмен елбасымыз туралы әнді айтып жатыр. Елбасымыздың өзінің биылғы жолдаудың өзінде де мүгедекті шектеулі жандарға елімізден көмек беріп оларды демеу керек. Біз және мүгедектерді мүгедек деп шектемеуіміз керек деген сияқты бағдарламасында өзінің баса айта кетті. Сондықтан бүгін ол біздің бірінші осы Теміртау қаласы әуелде елбасымыздың туған жері, алғашқы жұмыс бастап өскен жері болғандықтан осы Сәт тобының бүгін концертін келіп көруге Аллах Тағала бізге бұйыртып жатыр. Сондай ризамын балам. Бүгін сол баладарға қуанып осы бүгін концертке келіп қалдым. Баладарға бақыт тілеймін, зор денсаулық тілеймін, аман-есен өлеңдерін айтып жүре берсін. Сәт тобы өте жақсы, теледидардан да, сахнадан да көріп жүрміз. Бұларға зор табыс, алға қойған мақсаттарын орындап, халыққа қызмет ете берулеріне тілектеспіз. Денсаулықтары жақсы болсын. Енді біз мына немереміз екеуміз мына Сәт тобының концертіне келіп отырмыз. Бұл кісілер балалардың концертін өте жақсы сүйіп тыңдаймын. Енді бұл жігіттерге табыс тілеймін, еңбектері жемісті болсын, дендері сау болсын, осылай биіктен жоғары көтеріле берсін.
табыстан табысқа жете берсін. Өнерлі жігіттер көрермендерін де баурап алды. Зал толы көрермен сүйікті әншілерін қызу қол шапалақпен қарсы алып қолдауын көрсетіп отырды. Ал сәт тобының жігіттері эстрадалықта дәстүрлі әндерді, тіпті жастардың рэп стиліндегі әндерін де нақышына келтіре орындап теміртаулықтарды риза етті. Осы уақытқа дейін біз оңтүстікте Шымкент қаласында болдық. Балдар сол Шымкент қаласында мектеп-интернат, үміт мектеп-интернатында оқыды. Міне былтыр 2013-тен бастап Азатпен Сапарбай интернатты бітіріп шығып, қазір музыкалық колледжде оқып жатыр. Ал енді Тұрар Тұрмысов өзінің ата-анасының ұйғарымымен сол интернатта қалды. Негізгі Астанаға қоныс аударып жатқан мақсатымыз енді елге, Қазақстанға көбірек жаңағы елге көріну мақсатында. Мынау не дейміз? Мынау орталық бүкіл Қазақстанға таралатын телеканалдар, көгілдір экранның бәрі сол Астана мен Алматыда ғой. Сондықтан біз Астанаға келіп шығармашылығымызды артқызып, және мынау өзімізді үлкен деңгейден көрсетуге осында бас бұрдық.